бүйрек қанды сүзгіден, яғни фильтрден өткізіп, зәр түзетін мүше. Организмде қалдық заттардың барлығын зәр арқылы шығарады және ағзадағы су мен тұздың балансын қадағалайды. Бүйректің салмағы 120 грамм және оң бүйрек сол бүйрекке қарағанда сәл төмен орналасқан. Организмдегі қан әрбір 5 минут сайын бүйрек арқылы өтеді. Қан ағзаның жасушаларына жиналған зиянды заттарды бүйрекке әкеледі. Қанмен келген улы заттар, тұздар, артық су бүйректе бөгеліп, сүзіліп қалады. Сүзіліп тазарған қан тамырларымен жүрекке қарай ағады. Осылайша ағзаның ішкі ортасының тұрақтылығын сақтай отырып, бүйректе зәр түзіледі. Бүйректің құрылымына келетін болсақ, мына суретте көріп тұрғандарыңыздай, бүйрек дөңес пішінді өзінің тінінен, яғни паренхимасынан тұрады. Бүйректі сыртынан қабық қаптайды, ал ішкі бетінде зәрді жинап сыртқа шығаратын майда тостағаншалар болады. 2-3 ұсақ тостағаншалар бірігіп, үлкен астаушаны құрайды. Бұл бүйректің негізгі құрылымы. Бүйректің осы паренхимасының тостағаншасы мен астаушаларының қабынуын пиелонефрит деп атаймыз. Пиелонефрит негізі әйелдер қауымында көп кездеседі, ал ерлер сирек ауырады. Оның себебі әйелдердің зәр шығару өзегі өте қысқа және кең, 4 сантиметрді құрайды, ал ерлерде 15-17 сантиметр, және артқы өтіс пен қынап кіреберісінің уретра тесігіне жақын орналасуы. Сол себепті сырттан енген немесе аталған жақын орналасқан органдардағы инфекция уретра арқылы оңай, қысқа өзек арқылы жоғары көтеріліп, қуықты, жоғарғы зәр шығару жолдарын бүйректі зақымдайды. Сонымен қатар әйелдердегі жүктілік жағдайы, гормоналды өзгерістер бұл аурудың тууына себеп болады. Ал қалыпты жағдайда бүйрек пен зәр шығару жолдары стерильді, яғни ол жерде микроорганизмдер болмауы керек. Ал қалыпты жағдайда ішек пен қынап стерильді емес, ол жерде микроорганизмдер бар, және бұл қалыпты. Ал зәр шығару жолдарында қандай да бір инфекция пайда болса, ол белгілі бір анатомиялық құрылымның қабынуын тудырады. Пиелонефрит, уретрит, цистит сияқты ауруларды тудырады. Пиелонефриттің негізгі қоздырғышы ішек таяқшасы бактериясы. Бұл 70-80% жағдайда осы пиелонефриттің негізгі себебі болып келеді. Ол инфекция сыртқы ортадан ангина, танзилит, фарингит, отит сияқты аурулардан және уретра арқылы сырттан енеді. Одан басқа пиелонефрит дамуына зәр тасы ауруы, яғни бүйректегі тастардың түзілуінен болатын ауру, бүйректің кисталары, бүйректің төмен түсіп кетуі және зәр шығару жолдарының туа біткен аномалиялары, ісік, простата аденомасы әкеледі. Әдетте созылмалы пиелонефрит алғаш дамыған жедел пиелонефриттен кейін дамиды. Бірақ кейде созылмалы пиелонефрит ешқандай шағымдарсыз жедел пиелонефрит эпизодынсыз-ақ жасырын түрде дамиды. Адам өзінде бұл диагноздың бар екенін де білмей қалады. Яғни сіз бүйрегіңіздің қабынып жатқанын, ауырып жатқанын білмейсіз. Егер сізге өміріңізде бір рет болсын осы диагноз қойылса, бірақ одан кейін мазаламаса, ол емделіп кетті деген сөз емес, жиі созылмалы түріне ауысады. Жедел бүйрек қабынуының белгілері. Бірінші, дене қызуының жоғарылауы. Әдетте 39 градустан артық болады, және өте қатты қалтырау. Жиі кешкі уақытта кездеседі және қатты тершеңдік. Белдегі ауырсыну. Кейде ауырсыну айналмалы түрде болады. Қатты әлсіздік, жүрек айну, құсу. Кей жағдайда жүрек айну мен құсу болмауы да мүмкін. Және болған қоса қуықтың қабынуының, яғни циститтің белгілері қатар жүреді. Зәр шығарудың жиілеуі, қатты ауырсыну, кіші дәретке бара бергісі келу. Зәрдің түсі өте лайлы, мөлдір емес болады, кейде қызыл түсті болады. Ал бүйрек қабынуының
Созылмалы түрінің белгілеріне келетін болсақ, оның белгілері жедел түріндегідей айқын көрінбейді. Бүйрек қабынуының созылмалы түрі өту ағымы толқын тәріздес, яғни бір уақыттарда бүйрек сауығып тыныштық күйде болады, ал кейбір уақыттарда қатты өршіп, осы екі саты алмасып отырады. Өршу сатысында белгілері жедел қабынудағыдай болуы мүмкін, бірақ адамдар оны жиі суық тиюмен шатастырып жатады. Себебі бұл жерде жалпылама белгілері басым болып келеді. Мысалы, қатты әлсіздік, тәбеттің жоқтығы, температураның көтерілуі болады. Ал бүйректің өзіне тән бүйрек тұсының қатты ауруы, цистит белгілері кездеседі. Сол себепті де адамдар бұны бүйректің қабынуы деп есептемейді, жай салқын тию деп ойлауы мүмкін. Ал созылмалы бүйрек қабынуының белгілері айқын болмаса да, кейде мынандай белгілер көрінуі мүмкін. Әлсіздік, қатты шаршағыштық, дене температурасы 37 градустан артық, бірақ 38 градустан кем. Анда-санда ғана қалтырау, тәбеттің болмауы, белдегі тұйық, сыздап ауырсыну, таңертеңгі уақытта болатын жеңіл көз айналасының ісінуі, қан қысымының жоғары болуы, зәр шығару бұзылыстары. Егер сізде осындай белгілер болып, бүйректің қабынуынан күмәндансаңыз, міндетті түрде нефролог дәрігеріне барып, бүйректі емдемесеңіз, бүйректің клеткалары тыртықтанып, өліп, өзінің қызметін атқара алмайды, соның әсерінен созылмалы бүйрек ауруына әкеледі. Ал оның ауыр асқынулары өз кезегінде гемодиализ аппаратына тәуелді қылып қоюы мүмкін. Ал жедел бүйрек қабынуы кезінде ауруханаға міндетті түрде жатып алуыңыз керек. Себебі зәр шығару жолдарында бітеліп тұрса, немесе іріңді ошақтар болса, соны анықтау үшін уролог маманының кеңесі керек. Егер осы белгілердің барлығы көрінсе, бұл ауруды әрі қарай нақтылау үшін қан анализдерін, биохимиялық анализдерді, зәр анализдерін тапсырып, бүйректі УЗИ аппаратына түсіру керек. Осы кезде зәр анализінде лейкоциттердің жоғары болуы, аздаған белок, тұздар, гиалиндердің болуы мүмкін. Одан кейін Нечипаренко бойынша да зәр анализін тапсырасыздар. Бұл кезде лейкоциттердің саны 2000 миллден артық, эритроциттердің саны 1000 миллден артық болады. Биохимиялық анализдер тапсырған кезде маңызды көрсеткіштер креатинин, мочевина. Егер осы екеуінің мөлшері көп болып тұрса, ол кезде созылмалы бүйрек ауруы диагнозына күдік болуы мүмкін. Ал алдағы видеода бүйрек қабынуының емдеу қағидалары туралы толық айтылатын болады. Жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар, және видеом пайдалы болған болса, лайк басып қолдап жіберіңіздер.